Енді барлығымыздың балаларымыз бар, ағаларымыз бар. Ешқандай заңға қатысты ештеңе шеше алмаймыз. Мысалы, челлендж кеткен просмотрды басқа нәрсеге просмотр құртсаңыз да, пайдасы көбірек тиетін бе ше, мысалы? Білмеймін, адамдар тірілте алмаймыз. Оларға ешқандай сбор ештеңе керек емес. Бізде прокурор не үшін отыр? Полициялар не үшін отыр? Бүгінде Қазақстанда Instagram және TikTok желілеріндегі блогерлерден жаппай бас тарту толқыны басып отыр. Адамдар бұрын қолдаған және пікірін маңызды деп санаған адамдардың үнсіздігінен шаршады. Оған Шерзаттың інісінің екінші адамның өлтірілуі және әлеуметтік желіде үнсіз қалуы себеп болды. Бұл шақыру жай ғана тренд емес. Бұл қоғамның айқайы, әділдік пен қатысу талабы. Айналасында азап пен әділетсіздік орын алған кезде адамдар ойын-сауық бейнелерін көргісі келмейді. Олар өздерінің пұттарының ұстанымды, жанашырлықты, бұл дауысы жоқтардың дауысы болуға дайындығын күтеді. Блогерлердің үнсіздігі бұл сатқындық сияқты, бұрын күшті болып көрінген байланысты үзу сияқты. Ал бұл бұқаралық қозғалыс қоғамның кемелденіп, әлеуметтік желі тек ойын-сауық алаңы емес екенін бәріміз есте ұстауымыз керек. Бұл әсер ету құралы және өзгерістердің күшті қаруы. Осы орайда жақында ғана бірнеше миллионға тойын өткізген Дари Корн есімді блогер Шерзат туралы тіл қатты. Бірдеме айтайыншы. Мен бұндай стористарды көп тұрмайды, мен өшіріп тастаймын. Айтқым келіп тұр просто. Многие блогеры, наверное, согласятся. Дайректке бізге көп адамдар да Шерзат деп жазады. Неге Шерзат туралы айтпайсың деп. Халық көтереді. Не только халықтың арқасында, бүкіл адам халықтың арқасында жүр. Бізде мысалы Бақамы кәсіпкер, Бақада халықтың арқасында жүр. Егер Бақаны кәсібіне адам бармаса, ол да жүрмейді. У нас массовые отписки от блогеров. И потому что они не осветили тему Шерзата Булата. И если честно, я с этим согласна. Енді барлығымыздың балаларымыз бар, ағаларымыз бар. Барлығымыз ол отбасының қайғысына ортақпыз. Біздің андай ешқандай заңға қатысты ештеңе шеше алмаймыз. Білмеймін, адамдар тірілте алмаймыз. Сондықтан да бүкіл нәрсе халықтың арқасында жүреді. Екінші очередь, енді көмектесетін жерде көмектесіп жүрген кезде, көмектеспеген жерде көмектеспей жүрген кезде, сол блогердің қатысы жоқ болады да, сол блогер отписка береді. Меня больше поражают те, которые под шумок решили записать это видео из наших миллионников. Вот. У меня вопрос, почему вы раньше это не осветили, не доводя до вот этого? Почему вы раньше не говорили эту тему? Потому что это вам было невыгодно. Сейчас они видят, что массово люди отписываются, и, соответственно, под шумок они начинают записывать это видео. С той целью, что, наверное, аудитория будет после этого лояльна. Сол бізде андай араласпайды анда жүре беру керек. Неге ол араласпайды десе, потому что ол сондай әзіл сурет дейді. Ал кім араласып, кім көбірек көмектеседі, сол адамды тиісе береді. Если бы они изначально это все осветили, мне кажется, было бы гораздо проще их судить. Уже бы их посадили, мне кажется, так же, как в ситуации с Салтанат Нукеновой. Все кричали со всех углов, и это сделало свое дело. Этот массовый резонанс сделал свое дело. Оларға ешқандай сбор ештеңе керек емес. Біздің болса, біз барлығымыз халық жиналып бірге сбор андай-мындай ақшалай көмектесеміз деп сөйтеміз ғой. Бұл жерде адамдар қайтыс болып, бір емес, екі адам бір отбасынан. Сол үшін біз тек қана иманды болсын, жандар жайнатта болсын деп дұғада ғана бола. Білесіздер ме, осы біздің кезінде, да блогер айтса, кезінде үлкен осы мықты кісілеріміз, қазір кітапта оқып жатқан кісілердің көбісін тірі кезінде ешқашан мақтамаған. Даже Шерзат жамандаған адамдар да болды да, өзгешесін. Анау туысқандарын, достарын ағаларын жамандаған адамдар да болды. Дұрыс емес қой, өте қатты дұрыс емес. Сондықтан да бізде обычный адамдарымыз ғой, просто аудиториямыз ғана бар болды. Жоғарыдағы ешқандай адамдар емес, біз бірдеңе шешетін. Сөйтіп күнде жазады, күнде оқисың да, нам самим обидно, что мы такие беспомощные в такой ситуации. Бүкіл блогерлардың дайректке мысли деген кружочектар тұрады ғой. Барлығымыз уайымдап жатырмыз, барлығымыз Шерзата деп жазып қойған. Бүйтіп инстаграмға салып историяларына салмай жатса да, өзіміздің арамызда біз барлығымыз уайымдап жатырмыз. адам деген сәл ойланып, дұрыс нәрсені қалай шешім болады. Мысалы, челлендж кеткен просмотрды басқа нәрсеге просмотр құртсаңыз да, пайдасы көбірек тиетін бе ше, мысалы. Заң аясында барлығы шешілу керек. Кінәлі жазасын алу керек. Бізде прокурор не үшін отыр? Полициялар не үшін отыр? Олар істеу керек барлығын. Басқа блогерлер сияқты жүре беру керек, ешкім әңгіме айтпайды шетелде.